Баршаңызға қайырлы күн. Сіздермен Айгерім, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі видеода шайға арналған өте оңай рогаликидің рецептісін бөлісетін боламын. Видеоны мұқият соңына дейін қараңыздар. Қыздар, жасалу жолы өте оңай және де дәмді болып шығады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға қант, шамалы тұз, ванильный сахардан 1 шай қасық және де 1 дана жұмыртқамызды саламыз. Одан кейін кәдімгі сұйық майымыздан құйып, ең соңынан айранымызды құйып, венчиктің көмегімен біркелкі болғанша араластырамыз. Келесі ұнымызға разрыхителден 1 шай қасық қосып араластырамыз және де алдыңғы дайын тұрған массамызға ұнды 2 бөліп қосып лопатканың көмегімен қамыр илеміз. Құрамына керекті заттарды астындағы описание бөліміне жазып қалдырдым. Сол жаққа кіріп қарасаңыздар болады. Мінекей ең алдымен осылайынан лопаткамен араластырып, одан кейін барып қолымызбен кәдімгі жұмсақ қамыр илеміз. Мінекей бізде осындай жұмсақ қамыр болып шығады. Шамалы 5-10 минутқа қалдырып қоямыз. Енді қамырымызды видеода көріп тұрғандарыңыздай 1/4 бөлікке бөліп аламыз. Енді барлық қамырларымызды осындай весы болса, барлығын өлшеп көреміз. Менде 700 грамдай шықты. Енді 700 грамды 4 бөлікке бөлгенде 170-175 грамдан айналады. Мінекей осылайынан әрқайсысын өлшеп аламыз. Сіздерде енді весы болмаса, кәдімгі көз мөлшермен өлшесеңіздер болады. Сол кезде біздің рогаликтеріміз барлығы бірдей формада әдемі болып шығады. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай барлық қамырларымызды осылайынан домалақ етіп жайып аламыз. Мендегі қалыңдығы 2-3 мм болды. Енді ортасынан салмасын саламыз. Мен кәдімгі қантқа 1 шай қасық корица қосып араластырып, осылайынан сеуіп шықтым. Сіздер өз қалауыңыз бойынша кәдімгі вареный сгущенка немесе кәдімгі шоколад салсаңыздар да болады. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай оқтаумен үстінен бір басамыз. Сол кезде қантымыз қамырға кішкене сіңетін болады. Енді видеода көріп тұрғандарыңыздай бірдей бөліктерге кесіп аламыз. Енді рогаликтерімізді ораймыз. Міне видеода көріп тұрғандарыңыздай барлығын дәл осылайынан орап шығамыз. Міне дәл осылай орағаннан кейін формаға салатын кезде сәл осылайынан қиғаш етіп орналастырамыз. Кішкене ай тәрізді болып тұрады. Құрметті қыз-келіншектер, астындағы подписаться батырмасын басып, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісетін боламын. Мінекей біздің рогаликтеріміз бірдей формада болып шықты. Енді бетіне жұмыртқадан жағып, қызып тұрған 180 градуста пеште беті қызарғанша пісіріп аламыз. Міне қыздар, біздің рогаликтеріміз толықтай пісіп шықты. Қарасаңыздар, барлығы бірдей формада өте әдемі болып шыққан. Менде дәл осы рецепттен 32 дана рогалик шықты. Бетіне қалауыңыз бойынша қант ұнтағынан сепсеңіздер болады. Немесе кәдімгі осындай салафанға қант ұнтағын салып, ішіне рогаликиді видеода көріп тұрғандарыңыздай салып, ішінде араластырамыз. Сол кезде осылай өте әдемі әппақ болып, барлық жағына қант ұнтағы жағылып шығады. Міне қарасаңыздар, кәдімгі дүкенде сатылатын рогалики сияқты болып шықты. Барлығын дәл солайынан жасап шығамыз.
Міне қыздар, қарасаңыздар, біздің рогаликтеріміз толықтай дайын болды. Дәл осылайынан дастарханға ұсына берсеңіздер болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздердің жақындарыңызға ұнайды деген ойдамын. Міне қарасаңыздар, барлығы бірдей формада өте әдемі болып шыққан. Бұл рогаликтерді жеген кезде өте жұмсақ және де тәттісі аз болып келген. Өте керемет, енді жасап көрсеңіздер. Құрметті қыздар, менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Әйгерім. Келесі видеода кездескенше.